Сәлем баршаңызға. Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қызыл ірімшікті даярлайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: сүт, шекер және айран қажет. Осындай асты қатты ыдысымызға 2 литр сүтті құйып, бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Яғни бұл менде піскен сүт. Ал сіздерде піспеген сүт болса, бетіндегі қаймағы шығып келе жатқаннан осындай 2 бокал айранды құйып араластырамыз. Оттың астын қатты қоямыз да бір қайнағанын күтеміз, яғни бір қатты қайнатып аламыз. Сол кезде біздің сүтіміз іриді. Іріген кезде осылай сары сулар бөлініп шығады. Егер осындай сары су сіздерде бөлінбесе, демек сіздің құйған айраныңыз аз болып қалған. Яғни аз болып қалса, ол ештеңе етпейді. Үстіне тағы да айранды құйып жібереміз. Бір қайнағаннан кейін бетін жауып, орташа отта 3 сағат қайнатамыз. Осылайша 3 сағат қайнап жатқан массаның түрі, яғни біздің ірімшігіміз осылай қоңырқай түске боялады. 3 сағаттан кейін татымына қарай әркім өз қалауы бойынша шекерді салып, бір қозғаймыз да 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Яғни өз суында өзі пісіп, қоңыр түсті беріп шығады. Осымен біздің қызыл ірімшігіміз дайын болды. Дайын болған ірімшіктерді арнайы ыдысқа сүзіп аламыз. Осындай ыдысқа салсаңыздар болады, немесе марлаға сүзіп алсаңыздар болады. Ірімшіктерді осылай бір-бірімен біріктіреміз. Астына міндетті түрде ыдыс қоямыз, өйткені ірімшіктің суы ағуы керек. Дайын болған ірімшіктің үстіне 2 литр суды құйып, немесе кез келген ауыр затты қойып, бастырып 1 сағат немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің ірімшігіміз дайын болды. Үстінен ауыр затты аламыз және бөлек ыдысқа салып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ірімшіктегі артық сулар біздің ыдысымызда қалып қойды. Дайын болған ірімшікті алып, ортасынан кесіп, кез келген қонаққа ұсынсаңыздар болады, немесе өздеріңізге тәтті ретінде жасап жесеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Айкони Фудқа тіркеліп, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!